компрессор деген давлениені түсіре алмай жатыр. Міне 5 болып тұрды, енді 3-ке енді түсіп жатыр, ол дұрыс емес. Жалпы бұндай мощный компрессорлер давлениені резко түсіру керек. Мотордың компрессиясы кетіп қалған, дауысынан да белгілі. Дұрыс жасап тұрған жоқ. 3 болып тұры, ол еще көтеріледі, түседі. Ішінің механизмі үшін кетіп жатыр компрессор. Мына жерден қарайтын болсақ, ішінде майының уровені көрініп тұрады. Және бұл да дұрыс жасап тұрған жоқ. Бұлай вентиляторлары бәрі нормальный. Температура тек қана -1,5-ға дейін, 1,8-ге дейін түседі. Бірақ бұны настройкаде -10-да тұр. -10-да тұр. -10-ға дейін апара алмай тұр. Қазір +8 болып, +8-де 1 болып тұр. Жалпы максимальный түсіргені 1,8 болып тұр. Бұл дұрыс емес. Әлі тұр, 3-те. Бұл түсіре алмай тұр. Компрессоры дұрыс жасамай тұр. Іші мынандай. Біз жаңа мынаны ерттік. 2 вентилятор жасап тұр нормально. Келген френді қуып тұр. Сонымен бәрібір мотор компрессия дұрыс болмағандықтан дұрыс испарение де болмайды.